Достар, қайырлы таң. Бүгін уже 27 февраль. Қазір біздің уақытпен Польшада таңғы сағат 8, ал Қазақстанда болса күндізгі сағат 1. Мен уже қазақша, орысша сөйлеуді ұмытып бара жатырмын. Өйткені кеше күні бойы ағылшынша сөйлесіп, адамдармен, қытайлықтармен де танысып, қытайша сөйлесіп, тілдер миымда араласып жатыр. Бүгін таңертең ерте тұрып алдым. Осы Польшадағы уақытпен таңғы сағат 6:30-да тұрдым. Қазақстанда ол уақытта 11:30 болды. Содан ғой деймін, ерте тұрып алдым. Душ қабылдадым. Арай екеуміз уже тұрдық, заттарымызды реттеп жатырмыз. Арай душқа кетті. Мен қазір тағы заттарын реттеймін, сосын бояна бастаймын. Сосын маған көмектесетін адам келеді да, біз бұл общежитиенің документтерін толтырамыз, ақшасын төлейміз. Сосын тағы да страховой счет сияқты бір документтерді толтыру керек, солармен айналысамыз. Сосын бізге пәндерге тіркелу керек болған, бірақ біз ол пәндерге тіркеле алмадық, сондықтан сонымен де разбираться етеміз. Бізде терезелер осындай дәу. Үлкені де ашылады. Күн тұман болып тұр. Біз 9-шы этажда тұрамыз. Онда түнде почта студенттер әңгіме айтып, шулап, жеп, басында ұйықтай алмай қойдым. Үлкені де ашылады, сосын кішкентайы да ашылады екен. Жақсы. Бізде бөлме жылы, батареялар барлығы жылы. Если что, мұнда регулировка жасауға болады екен. Жылы болып тұр, түнде тоңған жоқпыз, бәрі жақсы. Mazłotymi, bo już wydruk był, nie? No to co miałam? Mogłam dobić jedynie, tak? Ale mówię... Достар, мен общежитиенің ақшасын төледім. Мен басында 4 айға төлеймін деп ойладым, бірақ мен ақшам жетпей қалды. Жетпей қалды дегенде мен бүкіл ақшамды алған жоқпын, сосын басында 3 айға ғана төлеймін деп шештім. Мен получается март, апрель, май айларына төледім. Сосын осы февральда мен 3 түн қондым ғой, сол 3 түннің бағасын төледім. Вот, мен негізі польский оқыған өте көмегі жақсы тиді, себебі мен кішкене түсінемін, айта аламын. Мен Польша санай аламын. Мысалы, сандар айтқан кезде қанша төлеу керек деген кезде мен барлығын айта аламын. Соған өзіме өте қатты қуанышты болып тұрмын. Енді қазір шашыммен білмеймін, бірдеме істеймін бе, өйткені бізде бүгін қарсы алу церемониясы болады. Соған шығайын деп жатырмыз Арай екеуміз. Вот, сосын маған мынандай карточка берді, ID карта сияқты. Оған мен өзімнің сосын фотомды жапсырып қоямын. Бізде коридорлар осындай, бір этажға бір кухня екен, сосын бүкіл зданияға бір прачечная ғана екен. Мен әлі киімдер жуып көрген жоқпын, сондықтан көреміз. Кухняны көрсетеймін. Да, отшылатын жер таза, жуып тұрады екен, молодцы. Мұнда плита электронная. Заттар бар екен. Ал холодильник әр бөлмеде жеке үлкен холодильник бар. Сәлем достар, біз қазір welcome церемонияға барайын деп жатырмыз. Давайте быстро get ready өзіме жасайық. Мен уже макияж жасап алдым, шашым жасауға үлгермей жатырмын. Так, первый классические штаны киеміз. Сосын қара топ кием, и мынандай кардиган киемін. И аяғыма етік кие саламын, и посмотрим, ол қалай шығады. Біз қазір шығып бара жатырмыз. Бірінші күн уже кешігіп жатырмыз. Здесь қимылдау керек, мында лестницалар бар екен. Буду снимать влог, штативімді алдым. 3 лифт бар. 3 лифт қатарынан келеді. Қайсы келеді, соған отырамын. Жаңа бір украиндық ауылмен танысып алдым, Никитамен. Тоже бір-екі сұрағымды қойып үлгердім. Соларға жауабын айтты маған. Мында лифттылар, этаждар 0-ші этаждан басталады екен. Біз 9-ші этажда тұрамыз. Получается, біз 10-ші этажда тұрамыз. Біз трамвайға отырайын деп жатырмыз. For you. 10 hours per week, 6 hours per week, and 4 hours per week.
all you have to do is just Вау, бізге тамақ берді. Hello. Hello. Бізде мұнда Welcome Days'та фуршет жасады. Тамақ алып алдым мен. Ана жерде подарок беріп жатыр. Exchange студенттарға и Erasmus студенттеріне. И ара екеуміз тоже алып алдық. Тамақ беріп жатыр. Күшті. Мұнда негізі қазақтар өте көп екен. Осы семестрға Қазақстаннан 89 адам келіпті. Неше түрлі табан алып алдым, сок алып алдым. Анда біздің қазақ қыздар тұр. Әңгіме айтып. Hey guys, today I met this really beautiful, great people. Please introduce yourself. Hi guys, I'm Lorenzo and I'm from Italy. Yay! Hi guys, I'm Bashar. I'm half Italian, half Turkish, so you can say that. Yeah, I mean, he is more Italian than Turkish, so we can say that Basar is Italian because his real name is not Basar but Roberto. Roberto. Io mi chiamo Roberto. Just call him Roberto. Roberto. And he promised that he will cook for us some pizza or pasta. Yeah, I promise. I promise. Really happy to hear that. Мен бұл адамдарды бір-бірлерімен таныстырып жатырмын енді. Two other guys, our friends. Okay. Friends? What friends? New friends? Friends? Introduce each other, please. Are you from France? No. They're my friends. Okay, friends. This is like the schedule, Biz how to city communicate turda жүрміз. the buses and trams. And there is another web page in Бізге қаланы көрсетіп жатыр түсіндіріп. Анда басқа группалар. Мен мұнда достар тауып алдым. It's kind of are like playing the role of the green corridors, like taking fresh air to the city. Really beautiful. So, 1, 2, 3. Қандай әдемі көшелер. Алматыда ғой, иә? Қарағанды, Букетов. Біз қазір қаланы аралап жүрміз. Өте әдемі, өте күшті. And this awful building, so destroyed, this used to be Jewish synagogue, which actually used to be one of the most beautiful buildings in 20th century, with steel dome, covered with gold, with mosaics on the safe, because obviously when the fire in the city was announced, loads of robberies used to start. So the fire fight at the very beginning, in talking about 17th, 18th century, was more about taking care of what people left at homes and taking it to safer place. And later on, people were starting to fight with fire itself. So in 19th century, this is a symbol of evil. When the monks enter for prayer, they always step on the head of the dragon and enter this palace. And the church is called St. Anthony. Церковға келдік. And there is also the sculpture of Pelicanio. Стройка жасап жатыр. And there is also like English Mass in Dominican Church. And the Barca River used to be closer. So a lot of floods used to happen at the old market square surface. Қазір қаланың тарихын туралы айтып жатыр. Мынандай уютный кафелер көп. Европа десе Европа ғой достар. Арай жүр. Тағы да бір шіркеуге келдік.
Бізде қазір тур өтіп жатыр. Біз әртүрлі шіркеулерге кіріп, барлығын көріп жатырмыз. Өте қызықты, өте әдемі. Және христиан дінінің жаңағыдай тарихын білген өте қызықты екен негізі. Сондай бір бөлмелер, музыка ойнап жатыр. Қараңдар достар, қандай әдемі. Барлығы осындай разноцветный, әртүрлі осындай зданиялар, buildings. They're so beautiful. Where does potato come from? Do you know? In Poznan. No. Where potato arrived to Europe from? They started to laugh, and this laughter attracted the attention of city council. Obviously, they thought so they sent the Бізде City тур бітті. Қаланы көрдік. Гидпен бірге. Енді қазір біз өзіміз продукт алуға барып жатырмыз. Үйге керек заттар алуға. Сосын общежитиеге барамыз. Мынандай әдемі көшелер. Мынандай узкие улицы. Қарайтеміз американский кафешкаға келдік. Тут очень красиво. Қыздар андай көйлектерде. Мен осындай заведенияларды кинодан көретінмін. Қазір өзім осы жерден тамақ ішіп жатырмын. Қазір көрсетемін не заказ бергенімді. Мен тако заказ бердім, милкшейк, и бізге попкорн әкелді. Арай фрайз заказ берді. Да, попробуй. Без соуса, что ли? Наверное. Но очень вкусно. Без соуса. Это же американский, потому что... Окей, достар, я буду пробовать тако. Ну, нормально. Просто она специфично за это прям. Мен даже видеть не могу. Біз торговый центрға келдік. Продукт алуға, осы жерден шопинг жасауға болады екен. Ақша ауыстыратын жер. Вот, торговый центрлар қарапайым, кішкендей. Action деген магазинде сковородка деген заттар сатып аламыз. Біз grocery shopping жасап жатырмыз. Продукт алып жатырмыз үйге. Керек заттар алып, продукты. Біз продукты сатып алдық. Мен қазір Арайды күтіп отырмын торговый центрда. Ол қазір өзінен керек заттар сатып алады, сосын біз ары қарай үйге барамыз. Өте қатты шаршап кеттім, пока картаны разбираться етеміз дегенше. Әйтеуір адамдар енді кішкене Польша түсінетіні өте қатты көмектеседі негізі. Орыс тіліне ұқсас болғандықтан. Өте қатты шаршап кеттім, үйге барып, потом тамақ пісіреміз, сосын разбираться етеміз пәндермен. Өйткені біз әлі пәндерге регистрация жасай алмадық. Продукты алдық, трамвайымыз күтіп тұрмыз. Мында өте қатты, өте жиі жүреді трамвайлар, автобустар. Ешқашанда осылай күтіп отырмайсың. Барлығы 3-5 минутта жүреді, барлығы анда жазылып тұрады. Қандай автобус нешеде келеді. Арай екеуміз карта тауып алдық. Тауып дегенде бізге біздің бадиларымыз көрсетті. Қандай автобусқа қай жерден қалай отырып жүруге болатындығын. Сонымен жүрміз, адаспаймыз, уже түсініп үйреніп алдық. И барлығы өздерінің уақыттарымен жүреді, ешқашан кешігіп қалмайды. Автобустар, трамвайлар и тез жүреді олар. Біз холодильнигімізде мында бізде жұмыртқа мен томат тұр. Мында бізде ыдыс-аяқ, губка, сұйық май алдық, сосын күріш алдық, сосын макарон алдық. Кішкене картошка алдық, сосын қағаз, салфетки деген заттар алдық.
Менде қазір пәндермен регистрация жасауға проблема болып жатыр, себебі кеше біз самолетта болған кезде регистрация басталды, а маған керек болған пәндерді мен ала алмай қалдым. Сол себептен де мұғалімдерге жазып жатырмын, чтобы мен проблемамды олар шешіп беру үшін и маған орындар ашу үшін. Өйткені мен мұнда оқуға келдім, бірақ мен ешқандай сабақты ала алмадым. Арай қазір макароны с картошкой, с курицей пісірейін деп жатыр. Болады. Мен бірінші рет Арайды тамағын жеп көремін. Бүгін ол пісіреді, потому что кайна бизи, менің кішкене қолым бос емес, но ертең мен пісіремін тамақ. Коридор мынандай. Кешкі сағат 7:30, білмеймін барлығы қайда, что-то тишина. Мына кухня көрінеді. Есік бар. Ана жақта дауыстар шығып жатыр. Мен білмеймін. Мында бізде айтпақша қазақтар өте көп. Өте көп қазақтар. Бір қызды көрдім. Жарайды, достар. Бүгін біз welcome церемонияға бардық. Бізге таныстыру жасады, барлық заттар туралы айтып берді. Сосын кейін бізге именно ауысып келген студенттерге мынандай подарок берді. Бірінші ол мындай сумочка, шопер. Бұған айтпақшы мен өзімде шопер сатып алайын деп жатқанмын, енді алмай қойға болады. Мында бізде блокнот, біздің университеттің символымен. Мен орысша, қазақша ұмытып жатырмын уже. Сосын мынандай кружка айтпақшы. Біз содан кейін уже кружка сатып алған жоқпыз. Негізі Қазақстаннан да ешқандай ыдыс алып келген жоқпыз. Кружка сатып алғанымыз жақсы болды, себебі бізге университет осындай кружка берді, точнее. Сосын бізде мында екі ручка и мынандай наклейка. Ручкада тоже біздің логотиптар, Erasmus'тың, біздің университеттің Адам Микевич. Сосын бізде мынандай өте қызықты зат. Бұл бізде кішкентай кезімізде болатын. Мынандай линейка сияқты пайдалануға и браслет болып табылады. Өте күшті. Мында Адам Микевич деп тоже жазылып тұр. Я қызбай салсам. Не знаю почему. Жарайды. Бізде тұз жоқ қой. Вот. Мынандай кухня. Біреудің тамағы. Короче, мен үшін бұның барлығы қызықты, себебі мен общагада ешқашан тамақ пісіріп көрген жоқпын. Мен барлығына дайын болды ғой, менде квартирада болғанда. Бүкіл ет, холодильник всегда толып тұрады, продукты барлығы бар, ештеңе сатып алу керек емес. Ал мұнда кейде бізде дым жоқ. Тамақ пісіруден қасықты араластыратын заттарда дым жоқ. Вот. Біз қазір тез тамақ пісіріп көріп, өткені бізде уже бір сағаттан шығу керек. Мен тұз сұрауға келейін біреуден. Достар, польский тауықтар атылады екен. Thank you.